Саламатсыздар ма, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге функционалдық анализ сабағында СДУ университетінде өткізіп жатқан практикалық сабақтарымыздан үзінді беретін боламыз. Солардың кейбір есептеріне тоқталатын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Ең бірінші көрсететін есебіміз ол келесідей есеп. Let us prove that tx y norm less or equal to than operator norm t of t and the x norm for a bounded linear operator t which maps x into y. Яғни біздің негізгі дәлелдейтін теңсіздігіміз ол осы. Яғни біз bounded operator үшін келесі теңсіздіктің орындалатынын білеміз, бір m деген оң сан табылады, который tx y less or equal to than m x. Осы орындалатын бір m табылатын ылғи да білеміз, бірақ осы жерге біз оператордың нормасын қоя аламыз ба? Ал оператордың жалпы нормасы дегеніміз не? Оператордың нормасы деген осындай сандардың инфимумы, анықтама бойынша. By definition, t-ның нормасы деген осындай сандардың инфимумы. Яғни осы bounded оператор үшін мына теңсіздік орындалады, немесе керісінше, осы теңсіздік орындалса, онда операторды bounded деп айтамыз. Мына жерде for all x, мынаны ұмытпау керек. For all x, барлық x үшін. Егер осы орындалса, онда осындай m-дер қарастырсақ, бұдан үлкен m-дерде осы теңсіздікті қанағаттандыра береді, m плюс 1, m плюс 2, басқа да кез келген m-нен үлкен сан алсаңыз, оның барлығы осы теңсіздік қанағаттандыра береді. Бірақ сұрақ, біз бұны қаншалықты кішірейте аламыз деген сұрақ қой. Сондықтан осындай жиын қарастырып, осы теңсіздік қанағаттандыратын бүкіл m деген сандардың жиынын алсақ, соның инфимумы осы оператордың нормасын береді. Енді бізде сұрақ, осы оператордың нормасы да осы теңсіздікті қанағаттандыра ма, жоқ па деген сұрақ. Соған жауап беретін боламыз. Енді бізде тек қана осыған анықтама ғана емес, оператордың нормасы үшін бізде бірнеше анықтама бар. Олардың барлығын бір-біріне эквивалент екенін көрсетуге болады. Әрине, бірақ бұл жерде емес, біз лекциямызда айтқан едік. Енді біз тек соларды қолданамыз. Супремум, мысалы, мен кішкене қысқартып жазайын. Супремум tx мындай. Бұл жерде бастысы x 0 еместерді қарастырамыз. 0-дік элемент емес, өйткені x 0-дік элемент болса, онда оның нормасы 0-ге тең, норманың қасиетінен шығады. Енді біз осыны пайдаланамыз, оператордың. Осыны пайдалансақ, онда біз көріп тұрмыз, егерде мына супремумды алып тастайтын болсақ, онда бізде мына теңсіздік орындалып қалады, tx y x кіші емес тең оператордың нормасы. Бұл жерде мынандайлар үшін. Осындай теңсіздік орындалатын көріп тұрмыз. Өйткені ол супремумның қасиетінен шығады, бізде. Супремум қасиетінен шығады. Яғни жоғарғы шекаралардың ең кішкентайы ғой. Яғни ол әлі де жоғарғы шекара. Сондықтан кез келген 0 емес x үшін мынау зат мынадан аспайды. Енді екі жағында осыған көйтіп жіберсек, яғни біз бұның 0 емес екенін білеміз, сонда біз мынаны аламыз. tx y кіші емес тең
теңсіздікті x мін. Яғни біз мына жоғарыдағы теңсіздікті алдық. Яғни норманың оператор нормасының екінші анықтамасын пайдаланып, біз оп-оңай осы теңсіздікті алдық. Енді бұл теңсіздікке қарайтын болсақ, т сызықты оператор болғандықтан, яғни нөлді нөлге бейнелейтін болғандықтан, біз білеміз, что бұл нөл үшін орындалады. Демек, for all x. Яғни мына теңсіздік бұл x 0 болған жағдайда да жарамды. Жақсы, енді келесі есепке өтетін болсақ, өйткені сол есебімізде біз осы теңсіздікті пайдаланатын боламыз. Сол үшін бізге осы өте маңызды. Ал енді келесі есебіміз мынандай. For an n from 1 to the infinity, from L infinity, small L infinity, define tx equal to this series, infinite series, xn an for all these sequences from L1. Show that T is a bounded linear operator from L1 to set of complex numbers and compute the norm of this operator. Яғни осындай есеп берілген. Бізде оператор, т деген оператор мына формуламен табылған. Осындай формуламен табылған. Және бұл операторымыз L1-ді с-ға көшіреді. Яғни x деген элементтер алады L1-ден, яғни бұлар тізбек. Бұлар қандай тізбектер? Бұлар, егер мына қатарды қарастыратын болсақ, n тең 1-ден x-тікке дейін, xn модулі деген бұл жинақталады. Яғни абсолют шамаларының суммасы ақырылы болады. Абсолют жинақ, осындай. Енді мына көбейтінді бізде бұл комплекс сан болады. n-дарды біз комплекс сандар деп қарастырамыз. Сол кезде біз комплекс сан. Яғни n на кеңістіктен алынғандықтан, оның супремум барлығы табылады. Яғни бұл анықталған оператор. Бізге тек бұл жерде қалып тұрғаны solution. Бізде қалып тұрғаны бұның бірінші линияр екенін көрсету керек. T is linear operator. Енді оператор сызықты болу үшін екі шартты қанағаттандыру керек. Бірінші шарт бізде L1 is linear space. Енді бұның не үшін керек екен? Қазір екіншіден түсінікті болады. B, T, alpha x plus beta y equal to alpha tx plus beta ty. For all xy from L1 and the alpha beta from set of complex numbers. Осындай. Яғни, мына затты жаза алу үшін бізде L1-іміз ол сызықты кеңістік болу керек. Өйткені скаляр шамаға көбейтіп, қосындысын қарастырсақ, қайтадан L1-де жату керек. Яғни, осы екі операцияға қатысты ол кеңістік тұйық болу керек. Сондықтан мынау маңызды linear space. Келесі, біз көрдіміз, бұл linear space всегда орындалады, яғни мына жерден анықталған операторымыз. Енді бізге тек мына формуланың орындалатын тексеру керек. Ол да жеңіл. T alpha x plus beta y деп жазсақ, бұл бізде қатар түрінде анықталады.
n тең 1-ден шексіздікке дейін, иә. Тек бізде x-тің орнында мына заттар тұрады. Альфа xn плюс бета yn an, не? Міне. Енді біз білеміз, мына көбейту амалы бізде комплекс сандар үшін сызықты, иә, барлығы. Және қатар үшінде де бұл қасиеттердің барлығы сақталады. Сондықтан біз былай жазамыз: альфа n тең 1-ден шексіздікке дейін xn an плюс бета n тең 1-ден шексіздікке дейін yn an, иә. Енді мынаны біз білеміз, оның tx екен, және мынаны біз білеміз, бұның ty екен. Бұл жерде біз нақты бір қатарларды таңдап алмағандықтан, яғни тізбектерді, бұл нәрсе барлығы үшін орындалады. Демек, біз оператордың сызықты оператор екендігін көрдік. Енді біз оның шенелген оператор екенін көрсету керекпіз, яғни линейр оператор екенін дәлелдеп қойдық, иә. Енді bounded оператор екенін көрсету керекпіз. Иә, енді біз оператордың bounded екенін көрсеттік. Екінші, t is bounded, шенелген оператор. Ол үшін, иә, бізде жаңағы жазған анықтама орындалу керек, иә. Табылу керек деген оң сан. Мына қасиетті қанағаттандыратын. Бізде, былай жаза берейін, иә. Бұл бізде комплекс сандар кеңістігінде анықталған норма, кіші немесе тең m. Ал x-іміз бізде L1-де анықталғандықтан, оған L1-дің нормасы жазамыз. Осындай. Тексерейік. Мына норманың қандай екенін барлығымыз білеміз, иә, ол абсолют шама. Яғни бұлай. Tx. Ал мынау қатар арқылы анықталады. Яғни xn, an, кіші немесе тең. Яғни triangle inequality бұл жерде осы шексіздік болған кезде де орындалады. Осындай, иә. Енді бізде мынау an деген ол шексіздіктен анықталған, яғни оның супремі бар және ақырлы, оны шығарып жіберуге болады. Сондықтан кіші немесе тең супремум an n тең 1-ден шексіздікке дейін xn. Енді қарайтын болсақ, мынау супремум. Бұл a-ның нормасы. Ал мынау, жаңағы біз көрсеткендей, x-тің L1-дегі нормасы. Демек, біз қандай теңсіздік алдық? Демек, біз tx с кіші немесе тең a шексіздік көбейтілген x L1. Енді бұл жерде мынау норма, бұл тек a0 болған кезде орындалады, нөлдік тізбек болған кезде, орындалады. Ал жалпы бізде нөлдік тізбек болса, ол ондай қатты қызық емес, иә, өйткені мына бәрі 0 болып кетеді. Сондықтан аны жалпы 0 емес деп аламыз. 0 болмаса, онда мынау норма оң болады. Яғни бізде m саны ретінде бұл әбден жарап тұр. Иә, міне, осындай нәрсе шықты. Яғни біздің операторымыз bounded оператор. Бірақ бұл жерден біз тағы да бір пайдалы нәрсе аламыз. Жаңа басында жазғанымыздай, алдыңғы есепте, осындай m деген сандардың инфимумы ол оператордың нормасын береді. Демек, біз мынандай нәрсе алып тұрмыз, что оператордың нормасы кіші немесе тең a шексіздік. Енді бізге мынаны есептеу керек болды ғой. Егер біз қандай да бір мысал арқылы осының кері теңсіздігін көрсете алсақ, онда оператордың нормасы осы a деген элементтің шексіздік нормасына тең болып қалады екен.
Енді біз қазір келесі қадамда сол нәрсені көрсетумен айналысамыз. Яғни келесі қадамда біз осы Т деген оператордың нормасы мынау екенін көрсеткіміз келіп жатыр. Иә. Енді ол үшін не істейміз? Let epsilon be let бір эпсилон деген оң сан алайық. Әдетте бұл математикада бір кішігірім санды білдіреді. Аның шексіздік нормасы мына түрде анықталғандықтан, осы түрде анықталғандықтан, анықтама бойынша, яғни супремның анықтамасы бойынша, бір табылады n деген сан, натурал сан, номер деп айтсақ болады, n деген шексіздік минус эпсилоннан үлкен болып қалады. Яғни супрем анықтамасы бойынша мынау норманы сәл кішірейтіп жіберсек, кішкентай ғана бір жылжытсақ артқа, одан үлкен бір элемент табылып қалады. Мынандай номер табылып қалады. Яғни бұл анықтама бойынша бар нәрсе. Қазір біз оны қолданатын боламыз. Егер осы n 0 болмаса, онда біз мынандай элемент құрастыра аламыз. X деген осы n-нің кешірім сұрайын. Мына жерде бұл астында тұру керек екен. Мына жерде біз түйіндесін қарастырамыз. Complex conjugation n, en. Міне осындай бір элемент құрастырып алайық біз. Бұл өте маңызды. Бұндағы n дегеніміз не? N дегеніміз бұл бізде мынандай элемент. Бүкіл мүшелердің бәрі нөлге тең, тек n-ші мүшесі нөл емес. Осындай тізбек, мына жерде nth term деп жазбайын. Nth term. Осындай. Онда не көріп тұрмыз? Онда бұның нормасы бірге тең. Яғни нормасын есептесек, мына x-тің нормасын есептесек, онда біз 1 дегенді ала аламыз. 1 дегенді ала аламыз. Себебі мынау сандар нормадан шығып кетеді. Ал мынаның нормасы, давайте жаза салайық. Нормасын есептесек, онда an, мына жерде an, en. Бұл жерде тек тізбек болып тұрған, мына жерде L1 деп жазып қойын, L1. Бұл жерде тізбек болып тұрған тек n, мына екеуі сан, яғни норманың қасиеті бойынша, оны біз модульмен сыртқа шығарамыз. Ал модуль тек қана мынау n-нің түйіндесіне ғана түседі. an, ал en. Бұның нормасы 1-ге тең, өйткені бүкіл элемент 0-ге тең, тек бірақ элементі 1-ге тең. Яғни мынау 1-ге тең. Енді n-нің түйіндесінің модулі, ол n-нің өзінің модулына тең. Жазып қоямыз, n. Екеуі қысқарып кетеді, 1 деген шығады. Яғни мынаның нормасы, мына элементтің нормасы 1-ге тең. Енді біз tx-ті есептеп көрейік. Мынаны, онда бұл деген не деген сөз? Бізде бұл n тең 1-ден шексіздікке дейін xn an. Енді формулаға апарып орнына қоятын болсақ, бұл жерде мынаның n-ші мүшесінен басқасының барлығы 0 ғой. Мыналардың мүшелердің бәрі 0-ге көбейтіледі, тек n-ші мына үлкен n. Сол ғана неге көбейтіліп кетеді? A-ның en-не көбейтіліп кетеді. Яғни мынандай нәрсе аламыз біз. an түйіндесі да an көбейтілген an болып кетеді. Яғни мынау тізбек мына формада берілген. Бұл жерде тек n-ші мүше ғана бар, қалған бәрі 0. Демек an-нің бүкіл мүшелердің барлығы 0-ге көбейтіледі, тек n-ші мүшесі ғана ол мына затқа көбейтіледі. Яғни мында тұр. Енді қарайтын болсақ,
н-ның түйіндесіне көбейтсек, ол н-ның модулінің квадратын береді. Енді мына жерде мынаумен квадрат кетеді да, н болып шыға келеді. н болып шыға келеді. Енді бізде жаңағы осының алдындағы есепте дәлел дегенімізді пайдаланайық. Осының алдындағы есепте дәлел дегенді пайдаланайық. Енді мына жерде кішкене заттар өшіруім керек болып тұр. Сондықтан мына жерді алып тастайын мен. Осы жер жетіп қалатын шығар маған. Енді tx нормасын жазсам, бұл бізде неге тең болды? tx нормасын жазсам, бұл tx-тің абсолют шамасы, ал tx дегеніміз н-ның модулына тең, демек екінші реткі модуль бізге керек жоқ. Тек бір ғана модуль тұрады. Ал бұл бізде кіші немес тең неден болады? Т-ның нормасы көбейтілген x-тің L1-дегі нормасы. Ал бізде білеміз, x-ті арнайы біз таңдап алдық мына түрде. Оның нормасы 1-ге тең. Демек Т-ның нормасы шығады. Осыдан алатын қорытынды қандай болады? Осыдан алатын қорытынды кешірім сұрайын, бірінші Т-ның нормасын жазсам дұрыс болады екен. Осыдан алатын қорытынды мынандай: Т-ның нормасы үлкен немесе тең н-нен. Осындай зат алдық. Аз білмеміз, мына н үлкен неден а-ның шексіздік нормасына минус эпсилон. Ал осындағы эпсилон кез келген бір кішкентай оң сан болғандықтан, бұл эпсилонды алып тастасақ та орындалады. Кіші немесе тең. Мына жерде кіші деген бұл тең қосылады мына жерде. Өйткені эпсилонды алып тастағанда ол тең болып қалуы да мүмкін. А шексіздік деген шығады. Яғни бізде осының алдында қандай бар еді? Осының алдында Т деген оператордың нормасы кіші немес тең а-ның шексіздік нормасына еді. Біз қазір керісінше теңсіздік алдық. Демек, екеуін қосатын болсақ, бір-біріне бізде мынау шығады. Осымен есебіміз толықтай аяқталды. Яғни Т операторының сызық екенін көрсеттік, оның баундед екенін көрсеттік, және оның нормасын есептедік. Демек, осындай толық есеп шешілді. Жақсы, рахмет сіздерге. Менімен бірге болғандарыңызға өте қуаныштымын. Бүгінгі үйренгендеріңіз сіздерге пайдасын береді деген үміттемін. Егер сабағым ұнаған болса, каналға тіркеліңіздер және достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Білім көбейсін және сіздердің білімдеріңіз, біліктеріңіз арта берсін. Сау, саламатта болыңыздар.